Қарғам, халің жақсы ма? Мені қарттар үйіне апарып өткізгелі бір ретте халімді сұрап келмедің-ау. Келем дегенің қане? Бітпейтін іс-сапарда жүрсің бе? Мен сенен күдер үздім. Саған енді бұл жерден мені әкет демеймін. Келмедің, күттім. Көңіл құсым сені және немерелерімді аңсайды. Тентектерімнің әрбір қылығы жадымнан кетпейді. Түн сайын түсіме кіреді. Ұйқы дейтіндей қай бір ұйқы көреді дейсің? Жай ұйықтаған боламыз. Ұмытпа, мен анамын. Тілекшісі дайым баланың. Жүрегімде жасырлы жарамың. Кешіп өтер дәрменім жоқ. Кесірлердің адам аспас аралын. Мен анамын. Анық ұғар өмір сауалын. Сен жаңылдың сауалдан, қате болды жауабың. Әкең қайтқан уақытта мен қаншада едім? Туп-тура 24 жаста едім. Жастығымды сенің жолыңа арнадым. Сені осы күнге жалғыз жеткіздім. Саған қолымнан келгенше жақсы ана бола алдым. Ал сен ше, маған жақсы перзент бола алдың ба? Ойлан. Балам-ау, сенен басқа жақын жалғанда ешкім жоқ еді. Сенгенім, сүйенгенім, тірегім сен едің. Мен сенің жарыңды қызымдай жақсы көрдім. Еш көңіліне тимедім. Ол мені келін болып түскен күннен ұнатпады. Менің аналық ақылымды еш құлағына ілмеді. Сен бәрін білдің, үндемедің, басындырдың, тыя алмадың. Ер адам намыс пен қайратты ту етпесе, сөзі өктем шықпайды. Отбасында билігі болмайды. Мінезді жан едің, алып тұлға нар едің ғой. Қарттар үйінде жағдайым жақсы деп санайсың ба? Жоқ. 14 бөлмелі үйіңе сыймадым. Келіннің иті мен мысығы жүрген жерге маған орын табылмады. Бар дүниедегі қызығымнан айырдың. Немерелерім мені іздеген уақытта не айттыңдар? Мені өлді дедіңдер ме? Маған келген қарттық сендерге де жетеді. Мен ренжімеймін. Мені өз үйімнен қуған сен емес. Келіннің ауыр сөздерін естімес үшін өзім де осы жаққа келмек едім. Мен ешкімнің тілдегеніне шыдай алмаймын. Намысымды ешкімге таптата алмаймын. Сол себептен үйден кеттім. Сен іздейме дедім. Жоқ, келмедің. Анаңды керек қылмадың. Мұрат, немеремді дұрыс тәрбиеле. Мен саған ер адамның болмысын бойыңа сіңіре алмаған шығармын. Сондықтан азаматтықты бойына дарытуға тырыс. Аман бол. Тентектерімді мен үшін құшағыңа қысып, бетінен сүйіп қой қарғам.